жедел жәрдемдегі ең маңызды реанимациялық препараттың бірі ол адреналин. Адреналин қан тамырларды тарылтып, қан тамырларының тонусын арттырады. Ми, жүрек секілді маңызды ағзаларға қанның баруын күшейтеді. Қан айналымын өздігінен қалпына келтіруге жағдай жасайды. Адреналинді қай кезде қолданамыз? Бірінші, клиникалық өлім кезінде жүрек өкпе реанимациясын жасаған кезде қолданылады. Және де анафилактикалық шок кезінде бірінші қолданылатын препарат болып осы адреналин тұрады. Және де үшінші, ауыр бронхоспазм кезінде, мысалы ингаляция жасаған басқа да препараттар мүлде көмектеспеген жағдайда, мысалы астматикалық статус салдарынан адамның қан қысымы түсіп, есін жоғалтып бастаған кезінде адреналин препараты қолданылады. Ауыр гипотензиялық жағдайларда қолданылады. Адреналинді жалпы өзінің көрсеткішімен, өзінің мөлшерімен дұрыс қолданудың маңызы өте зор.